Өткізбейтін бостан босқа уақытын, керек емес әйелге асыл жақұтың. Нағыз бақыт отбасың мен жылы ұяң, жоғалмасын әйелдің сол бақыты. Аман болса бала-шаға жанында, керек емес анаға артық бағыңда. Нағыз бақыт сәбилердің күлкісі, керек емес онсыз да алтын тағыңда. Шәкірттері бағаласа баптауын, керек емес ұстазға артық мақтауың. Нағыз бақыт еңбегіңнің еш кетпей, шәкіртінің үміт, сенім ақтауы. Үш бақытта жанымыздан қалмасын, жүзімізді ешқашан мұң шалмасын. Әріптестер қиыны бол қызметте, шарықтасын қанатымыз талмасын. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Манкыбаева Мақпал Төлеуғазиновна, Абай облысы Аягөз қаласы мектеп жанындағы интернаты бар жалпы орта білім беретін номер 6 мектебінің тарих пәні мұғалімімін. Үздік педагог байқауының қатысушысы ретінде өзімді таныстырып өтсем. Мұғалімнің жетістігі ол түрлі сайыстарға қатысуы, өзінің де оқушының да жеңісі. Сабақта тиімді әдіс тәсілдердің қолданылуы, ұстаз шеберлігіне қарай түрлендіріліп отырады. Басты құндылық білім алушылардың білім мен тәрбиесіндегі нәтижеде. Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мән мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру бүгінгі күннің басты талабы деп білемін. Алдыменен 5 жылдық еңбек өтілімде өз пәнімнен сабақ берудегі өзекті 3 мәселеге тоқталып өтсем. Тәрбие мен тәртібін қалыптастыру, пәнге деген қызығушылығын арттыру, білім деңгейін жоғарылату. Барлық оқушыны бірдей жақсы көріңіз. Сабақты қызықтыру үшін, яғни оқушының қызығушылығын ояту мақсатында, сабақта жаңартылған оқу білім беру мазмұнына орай жаңа платформаларды қолдана отырып, мысалға Плейкерс, Kahoot, Quz, Padlet тақтасы, Well of Names, Gimgit, жаңағы тақтаға шабуыл және қорғаныс деп, дата тұлға оқиға деп баланың қызығушылықтарын оятуға арналған көптеген әдістерді қолдана білсеңіз, сатылай кешенді оқыту әдісін көбірек қолдануға болады. Сабақтан бөлек шығармашылық жұмыс, яғни мектебіміздегі 2020 жылы құрылған ақиқат дебат үйірмесінің жетекшісімін. Аудандық мектепшілік дебаттардың оқушылар дайындап, жүлделі орындарға ие болып жүрміз. Үздік спикер номинациясы бойынша жеңімпаз команда дайындағаным үшін ұстаздар арасында да аудандық дебат сайысын дайындап мектебімізде өткіздік. Шығармашылық жұмыстың аясында сынып жетекшілік жұмысымды да жүргізіп отырмын. Болашақта білімді, тәрбиелі, саналы ұрпақ тәрбиелеу ұстаздың, яғни мектептің жүрегі ұстаздың қолында деп нық сеніммен айта аламын.